Сәлем достар, сізбен бірге мен Айкерім Тока. Бүгін біз кедей отбасының екінші бөлімін сіздер күткендей шығаратын боламыз. Достар, екінші бөлімде үйлер бар еді, сол үйлер жоғалып кеткен. Мен деген Тока-бока кірмегеніме көп болды. Сондықтан енді мен үй салсам уже кетіп қалады да, сосын дайын үй алайын деп көрдім. Сосын маған жаман пікірлер жазатындар. Көрмей-ақ қойсыңдаршы, ұрлады деп жала жауға болмайды. Білмей тұрып, вот сіздерге экранға қоям сол істегендерді, жаман пікір жазғандарды. Жарайды достар, енді мама папасынан екі Айзери мен Айша ауысып кетті. Өйткені олар өмірден озып, нақты айтқанда олардан басқа үйге көшіп кетті. Достар, бүгін енді біз басқа үйге көшкеннен кейін енді біз деген новый үйге көшеміз. Сондықтан осы бір-екі бөлмелі үйді аламыз. Ал достар, біз бастайық. Сіздер күткендей, бастайық. Достар, неге түсірмей кетті десеңіздер, өйткені менде уақыт болмады. Кесте тіктім, одан кейін тоқыма тоқыдым, тағы да бисер жасадым. В общем, сол уақытым болмады. Сабақ анау деп жүргенде уақытты сразу өтіп, уже уақытта болмады. Жарайды достар, біз бастайық. 1, 2, 3, 4, 5. Жарайды. Айналар қалып қалыпты ғой. Әпкетай, күлкілісіз барға. Бопты, отырайық. Ойбай қасқа. Ойбой, мен деген төсек самаппын ғой, айтпайсың ба? Ойбай қасқа. Істемеппін ғой, тамақ істемеппін ғой. Бүгін не жейміз? Бопты, жетес пиццаңды барлығын жеп ал, дастархан жайдым. Мен де пижамамды киіп алайын, сеніме партспет. Үстінде жатау. Мен астында жатайын, сен қасыңа жатайын десем, орын жоқ. Жарайды, ұйықта. Жататын бердің, төбеңде жата бересің бай. Төбеңде жата берем, әпкетай. Жарайды. Достар, осымен бізде сериалымыз осымен аяқталған жоқ. Бірақ та 3 сериядан аяқталатын болады. Достар, 3 сериясында по идее мен былай істеймін. Ана үлкен қызын үйлендіріп, ана кішкентай қызы бірге тұрады, олар мен ол үлкен бұл кетеді жол де 13-ке толы.